Сәлем достар, әлемде көптеген адамдарды таң қалдыратын ерекше қабілетке ие балалар өте көп. Бүгін біз сіздермен әлемдегі ең ерекше балалар жайлы видеоның 3-ші бөлімін көретін боламыз. Егер де сіздерге видео ұнап жатса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең жас фотограф. Анафуджири Ремет есімді Нигерияның Лагос қаласында тұратын 7 жасар бала әлемге танылған жас фотограф. Ол суретке түсіруді жақсы көреді. Оның суреттеріне ең алдымен әке-шешесі, кейін қала халқы, тіпті CNN жаңалықтарда қызыққан. Ол 3 жасынан бері танымал. Қазіргі таңда Фуджиридің 3000-ға жуық суреттері бар, ал оның жұмыстары Лаос қаласындағы Сипа пресс көрмесіне қойылған. Магнит бала. Хорватияда тұратын Иван Стайкович 6 жасынан бері танымал. Оның денесінің магнитті өрісінің қаттылығы сонша, жанында тұрған темір тесектердің бәрін тартып алады екен. Иван денесіне ең көбі 25 кг темірді жабыстыра алады екен. Сиона Эвс. ақш-тың Майами қаласында тұратын 8 жасар Сиони Эвс өте ерекше бала. Ол 3 жасынан бері скейтбордта қозғалуды үйреніп, қазіргі таңда қаласындағы ең жас әрі танымал скейтбордшыға айналған. Оның ерекше дарыны қаланың кез келген жерінде скейтбордпен неше түрлі жаттығуларды жасауға мүмкіндік береді. Ең жас ұшқыш. Қытайлық 7 жасар Хэ Эд Гиннестің рекордтар кітабына ең жас ұшқыш болып енгізілген. Ол 5 жасында болған уақытта кукурузник деп аталатын ұшқышпен жүгері алқабын айналып 30 минут бойы ұшқан. Оны ата-анасы жастайынан экстремалды заттардан қорықпауға үйреткен екен. Жыландардан қорықпайтын қыз. Көп балалар жыландардан қорқады, бірақ 13 жастағы индиялық қыз Каджол хан жыландарды, нақтырақ айтқанда кобра жыландарын өзінің достарындай көреді. Гахатампур қаласында тұратын Каджол улы жыландармен бірге тамақ ішіп, бірге ойнайды, қасынан тастамайды. Тіпті кей кезде жыландар оны тістеп алса да, ол жыландардан бас тартқан емес. Сіздерге бүгінгі видео ұнады деген ойдамын. Видеоға лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Және де мына жердегі қоңырашаны басатын болсаңыздар, біздің видеоларымызды алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы.